Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті Атамекен Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының және Waypon мобильдік қосымшасының қолдауымен 2019 жылдың 21 тамызынан 30 қарашасына дейін түбіртекті талап етте жүлдені ұтып ал жыл сайынғы акциясында 3 миллион теңге жедел жүлделерді және басты жүлде автокөлікті ойынға салады. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті азаматтарымызға салық заңнамасын сақтау бойынша қоғамдық бақылауға қатысуына және оның бағалы сыйлықтар ұтып алуға мүмкіндік береді. Акция Waypon мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырылатын болады. Бұл қосымшаны Apple App Store және Google Play Market'тен тегін жүктеуге болады. Акцияға Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Чекті жібергеннен кейін қатысушы 5000 теңгеге дейінгі қаражатты бірден телефон теңгеріміне алу мүмкіндігін алады. Жедел сыйлықтардың жүлде қоры 3 миллион теңгені құрайды. Бас жүлде автокөлік. Егер фискалды чек берілмеген жағдайда, азаматтар бұл бұзушылықтарға видео арқылы шағым жасауы мүмкін. Акция кезінде онлайн БКМ фискалды чектері қатысады. Бас финал жылдың соңында өтеді. 30 жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау әдісімен анықталатын болады. Осылайша қатысушы қаншалықты көп чек жіберсе, жүлдені ұтып алу мүмкіндігі де соншалықты өсе түседі.